Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз биология сабағынан жасушалық биология бөлімін қарастыратын боламыз. Оның ішінде органелдердің сызықтық ұлғаюын есептеу тақырыбын меңгереміз. Оқуымыздың мақсаты нақты өлшемді анықтау. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты микрографтардағы органеллардың сызықтық ұлғаюын анықтаймыз. Сонымен қатар жасушалардың нақты өлшемін формулаға салып, яғни формула арқылы анықтаймыз және өлшем бірліктерін Си жүйесінде есептейміз. Жалпы өлшем бірліктерінің халықаралық жүйесі өлшемдердің халықаралық қалпы мен метрикалық жүйесінің заманауи нұсқасы болып табылады. Осы өлшем бірлігін Си жүйесіне ауыстыру туралы бірқатар ғылымдарда, яғни физикада, химияда, сонымен қатар биологияда, техникада қолданылады. Си жүйесі 1960 жылы Парижда өткен мөлшер мен салмақтар туралы бас конференцияда қабылданған. Кейін оған кейбір өзгертулер енгізілді. Осы жүйеге сәйкес негізгі 7 бірлікті метр, килограмм, секунд, ампер, Кельвин, моль, канделаны бөліп көрсетеді. Си жүйесі арқылы өлшем бірліктермен жазу ережесі, оларды қысқарту және сөз алды қосымшалары жинағы белгіленген. Микроәлемді зерттеуге мүмкіндік беретін микроскоптың және де басқа да аспаптардың пайда болуына байланысты микроскопиялық нысандар үшін өлшем бірліктерін енгізу қажеттігі туындады. Биология мен физикада 1 миллиметрден едәуір кіші ұзындық жиі өлшенеді. Ол үшін арнайы шама микрометр қабылданған. 1 микрометр 1 көбейтілген оның минус 6 метрге тең екен. Және де ол микрометр деп белгіленеді. Микрометрді басқаша микроном деп те атайды екен. Сонымен қатар кейде ағылшын тілді әдебиеттерде жаңағы нанометр грек әрпімен белгіленеді. Биологияда микрометрдің микроағзалар мен жасушаларды, ал физикада инфрақызыл электромагниттік сәуле шамасын өлшейді. Сонымен қатар метр туындысының басқа өлшем бірлігі ол бізде нанометр. Ол 1 онның көбейтілген 10-ның минус 9 дәрежесі метр болып табылады. Ол жиі қолданылады, сонымен қатар ол нанометр деп белгіленеді. Осы шама атауынан қазіргі кезде қолданылып жүрген нанотехнология тұжырымдамасы шықты. Енді оқушылар, алдарыңызда сіздерге өлшем бірлікті Си жүйесіне ауыстыру коэффициенттері берілген. Осы өлшем бірліктерді сіздер дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Заманауи компьютерлер мен көптеген ұялы телефондар Си жүйесінің өлшем бірлігін автоматты түрде ауыстыру. Соның ішінде микроскопиялық жүйесімен жабдықталған. Бұл қызмет конверттер деп аталады. Ол сондай-ақ автоматты түрде тілге аудару ресурстарымен қатар алуан түрлі электрондық ресурстарға ие болып табылады. Нанотехнология бұл бізге көзге көрінбейтін аса ұсақ бөлшектердегі ретке келтіре отырып, соның ерекшеліктерін алдын ала белгілеп беру арқылы әлдебір құрылымды құрастыруға қажетті жекелеген атомдарды ыңғайластыра орналастыру болып табылады. Сонымен қатар микроскопиялық биологиялық нысандар мен олардың өлшемдері туралы айтатын болсақ, кейбір микроскопиялық нысандардың шамалары қатынастары туралы түсінік қалыптастыру үшін жаңағы берілген алдыңғы кестеге назар аударыңыздар. Жалпы микроскопиялық ұлғаюын анықтау тәсілін еске түсірейікші оқушылар. Ол жаңағы бізде микроорганизмдердің жасушалары сызықтық өлшемдерінің алуан түрлігімен ерекшеленеді. Бір микроорганизмдің жасушаларының мөлшері микрометрдің 100-1 бөлігінен тұрады, ал кейбіреуінде бірнеше жүздеген микрометр болады. Ол ұсақ нысандарды қарап, сонымен қатар анықтауға микроскопты қолданады. Ол берілген нысанды үлкейтіп, кішірейтіп қарауға мүмкіндік береді. Жарық қозғалысындағы тірі нысанның бейнесін 2-3 мың есе ұлғайта алады. Микрокино немесе
микрокино түсіріп және бір нысанды ұзақ уақыт бойы бақылауға, оның динамикасы мен химизмін бақылауға мүмкіндік береді. Жарық микроскопында нысан мен оның түрлі құрылымдары әртүрлі ұзындықтағы жарық толқынын таңдап сіңіруі нәтижесінде немесе нысан арқылы жарық өткен жарық толқындары фазаларының өзгеру салдарынан бейне қалыптасады. Кез келген микроскопиялық негізгі сипаттамасы оның айқындау қабілетімен контрасты болып табылады. Яғни айқындау қабілеті балалар бұл микроскоппен көрсетілетін қатар орналасқан екі нүктенің арасындағы минимум ара қашықтық болып табылады. Адам көзінің айқындау қабілеті ең жақсы көру жағдайында 0,2 мм-ге тең. Бейненің контрасты бұл бейне мен фон түсірінің қанықтығының әртүрлігі. Сонымен қатар, егер бұл айырмашылық 3 немесе 4%-дан аз болса, онда оны көзбен немесе фотопленкамен де байқап мүмкін емес екен. Және де тіпті осы микроскоптың жаңағы бөлшектері де айқындау қабілеті болғанымен ол бейне көрінбейді екен. Контрасты нысанның фонмен салыстырғандағы жарық ағындағы өзгерту қабілеті мен сәуле қасиеттерінде туындайтын өзгерістерді анықтайтын оптикалық қабілеті болады екен. Ол жаңағы осы әсер етеді. Сонымен қатар жарық микроскопының мүмкіншіліктері табиғи жарық толқындарымен шектеледі екен. Сонымен қатар жаңағы осы жарықтық физикалық қасиетін айтып кететін болсақ, яғни жарықтық физикалық қасиеті оның толқын ұзындығы, оның қанықтығы, түсі, сонымен қатар фазасы, тығыздығы және толқынның таралу бағытын нысанның қасиетіне байланысты өзгереді. Осы айырмашылықтар қазіргі микроскоптарда контраст құруға қолданылады. Бейне сапалы және анық болу үшін микроскоптың оптикалық айқындау қабілеті жоғары болғаны маңызды екен. Яғни ахроматикалық объективтерді қолданғанда түстер аздап қана бұрмаланады. Микроскоптың аса қажетті бөлігі ол жарықтандыру көзі болып табылады. Қарапайым жарық көзі зерттелетін нысанға жарықты бағыттайтын айна. Яғни күрделірек конструкцияларды, белгілі спектрді арнайы жарыққа қанықтырылған шамдар болады екен. Яғни микроскоптардың ұлғайтуы объективтің ұлғайтуының окулярдың ұлғайтуына көбейту арқылы анықталады. Типтік зерттеу микроскоптарында окулярдың ұлғайтуы 10, ал объективтердің ұлғайтуы 10, 40, 100-ге дейін жаңағы тең екен. Сәйкесінше, бұндай микроскоптардың ұлғайтуы 100-ден, яғни 1000-ға дейін болады. Кейбір микроскоптар балалар 2000-ға дейін ұлғайта алады. Яғни, осы микроскоптың оптикалық сұлбасына келетін болсақ, сіздер алдарыңызда көріп тұрған 8:2 суретке назар аударыңыздар. Яғни, бұнда микроскоп жарық түсіретін және бақылау жасайтын бөліктерден тұрады. Ол жаңағы айтып кеткенде микроскоптың жарық түсіретін бөлігінде жарықтандырғыш пен конденсор кіреді. Яғни, зерттелетін нысанды бақылау кезінде жарық сәулелері жарықтандырғыш арқылы, яғни конденсор линзаларына түсіп, онда нысанға түсетін сәуле шоқтары қалыптасады. Сәулелер нысанынан шашырап, объективке түседі. Онда көру қондырмасында орнатылған окулярлық фокустық жазықтықтағы алдында нысанның бейнесі жасалады. Яғни, суретте көріп тұрғандар әрбір объективті ұлғайту көрсеткіші, яғни Г, оп деп жаңағы белгіленеді. Яғни, ол сандық апертура, ол А деп ойылып жазылады. Сонымен қатар, жаңағы ұлғаюды есептеуді қарастыратын болсақ, ұлғаю дегеніміз жалпы балалар, ол объектінің
көрінетін мөлшерінің үлкейтілуі болып табылады. Сіздерге беріліп тұрған формула арқылы біз қазір ұлғаю мен нақты өлшемдің формуласын қарастырамыз. Яғни ұлғаюды есептеудің негізгі формуласы, алдыңғы сабақтарда біз қазір есептерді шығаратын боламыз. Яғни біз осы формула арқылы шығаратын боламыз. Яғни ұлғаю, яғни біз нақты өлшемді суреттің өлшеміне, яғни фото өлшеміне бөлеміз. Сонда бізде ұлғаю мәні шығады. Егер де біз нақты өлшемді табатын болсақ, ол үшін біз ұлғаюдың мәнін бөлеміз, яғни суреттің өлшеміне бөлеміз. Сонда осы формула арқылы есеп шығарылады. Енді жаңағы формулаларды қолдану арқылы біз тапсырмаға көшейік. Сіздер оқушылар берілген суреттерді қолданып, жаңағы жасушалардың сызықтық ұлғаюын есептейміз. Жалпы суреттегі өлшем нақты өлшемнен қанша есе ұлғайтылып көрсетілген, соны есептеп модельдеңіздер. Яғни сіздер осы суреттегі А суретін аламыз. Яғни А суретінде бацилла бактериясы берілген балалар. Яғни бацилла жасушасының сызықтық ұлғаюын есептеу үшін суреттегі ұзындығын өлшейміз. Ол яғни бізде берілген бойынша 3 см болды. Яғни 3 см дегеніміз балалар, оны миллиметрге ауыстырсақ, ол бізде 30 миллиметрге тең. Ал бактерияның шынайы өлшемі ол бізде 0,5 микрометр. Ол дегеніміз балалар, бацилланы жаңағы нанометрге айналдыратын болсақ, ол бізде 500 нанометр болып табылады. Енді балалар, сіздер жаңағы есепті шығарып көріңіздер. Сонымен балалар, есептей алдық па? Яғни, олай болса, біз осы есепті тексерейік. Олай жаңағы бацилланың шынайы, яғни шынайы өлшемі бізде балалар 0,5 микрометр. Ол дегеніміз 500 нанометр болып табылады. Осы суреттегі өлшемді нақты өлшемге бөлеміз, манағы формуланы есімізге салып. Сонда бізге жаңағы 0,5 миллиметрге тең болып келеді. Оны біз балалар бөлген уақытта, яғни 60 000 шықты. Бұл дегеніміз балалар, біз микрофотографияны 60 000 есе үлкейтіп көрсететінін білдік. Енді балалар, сіздерге тағы да бір тапсырма. Бұл тапсырмада сіздер оқушылар берілген ұяшықтарды толтыру арқылы, яғни Си жүйесін ауыстыру коэффициенттерін пайдалану арқылы есептерді шығарамыз. Сіздерге дескриптор берілген. Си жүйесін ауыстыру коэффициенттерін пайдалану арқылы есептеулерді орындау. Оқушылар, енді сіздер осы менің берілген жауабымен өздеріңіздің жұмыстарыңызды тексеріңіздер. Жарайсыздар оқушылар, бүгін біз өзіңіз бағалаңыз атты рефлексияны жасаймыз. Яғни, әр жауапқа плюс қою арқылы бағалаңыз. Бүгінгі сабақта микрофотографияны қолданып, жасушалардың сызықтық ұлғаюын анықтауда сіз белсенді болып түсінсеңіздер, плюсты қойыңыздар. Немесе жасушалардың нақты өлшемін есептеуді түсінсеңіздер, плюсты қойыңыздар. Және де өлшем бірліктерін Си жүйесін ауыстыруында, яғни түсінсеңіздер, осы жауапқа плюс қою арқылы өз-өзіңізді бағалаңыздар. Құрметті оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.